Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Білім Kids жобасы, Blend компаниясы, біз үлкен команда, осы Білім Kids платформасында еңбек етіп жүрген команда сіздерге өте қуаныштымыз, қауышқанымызға да қуаныштымыз. Бүгін біз Білім Kids цифрлық платформасында циклограмманы дұрыс толтыра аласыз ба атты вебинарды талқылайтын боламыз. Осы мәселе бойынша көптеген сұрақтарыңыз болып жатса, өздеріңіздің номерлеріңізді жазып кетіңіздер, немесе чатқа сұрақтарды дайындап отырыңыз, жазып отырыңыз, немесе қазіргі осы менің негізгі мәліметім аяқталғаннан кейін міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға бөлек уақыт беріледі. Сондықтан сол кезде микрофондарыңызды қосып алуға болады. Рахмет. Сонымен бастайық, иә? Біз бүгін теориялық мәселелерге тоқтамаймыз, себебі өткен вебиналарда көп айттық осы мәселелер жайында, және де жалпы циклограмманы толтырған кезде қандай негізгі құжаттарға сіздер сүйенетіндіктеріңізді тағы да бір атап кетеміз. Бір білім туралы заңы, мемлекеттік стандарттар, үлгілік қағидалар, оқу бағдарламасы, оқу жоспары және 130 бұйрықты өздеріңіз білесіз. Өткен жылдың соңында 319 бұйрықпен тағы да бір жаңалықтар пайда болды. Циклограммаларға ендірілді. Біз де осы барлық жаңалықтарды өз циклограммаларымызға сіздер үшін ендіріп отырмыз. Бұл мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбегі деген атты бұйрық қарап аласыздар тағы да. Және министрлік тарапынан жыл сайын шығып жатқан нұсқаулық хаттарға бір сүйеніп отырмыз, және ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау қағидаларын бекіту және психологиялық педагогикалық сүйемелдеу мәселесі 4-6 бұйрықтарға көңіл аударасыздар, және біртұтас тәрбие бағдарламасының негізгі қағидаларына да көңіл аударып, осы құжаттарға қарап отырып, жалпы сіздер циклограммаларды толтырасыздар. Толтырған кезде бізде сіздерге Білім Kids платформасына осы циклограммаларды толтырып отырмыз. Мысалға, егер сіздер біздің Білім Kids цифрлық платформасына жазылып қойсаңыздар, яғни кез келген тәрбиеші маманда қолында өзінің логин мен паролі бар. Логин мен пароль алу үшін bilimkids.kz дегенді басқаннан кейін сіздердің алдарыңызға кіру деген аталыммен парақша шығады. Сол жерде сіздер өздеріңіздің логин мен парольді басқаннан кейін құпия сөзді енгізгеннен кейін кіруді басасыздар. Кіру дегеннен кейін сіздер өздеріңіздің жеке кабинетіңізге кіресіздер. Егер сіздер осы кіру деген қадамды атқармасаңыздар, яғни сіздің жеке кабинетіңіз ашылмайды. Бұл түсінікті нәрсе. Сонымен мен өз ойдан шығарған бір тәрбиешіні таптым, Сәуле Самашева деген. Оның жеке кабинеті міне, және ең біріншіден ағылшынша айтады ғой. Ең біріншіден сіздер циклограмманы іздеп жатсаңыздар, әдістемелік кабинет деген бөлімшені басасыздар, табасыз. Міне, жеке кабинеттің ішінде жоғарғы жолақтан кейінгі екінші болып тұр. Басқаннан кейін сіздер кіресіздер. Қай жерге түсесіздер? Ең біріншіден әдістемелік кабинет деген үлкен папка, соның ішінде сіздер үшін топтардың тәрбиелеу мен білім беру процесінің циклограммасы атты материалдарды қосасыздар. Содан кейін сіздер мысалы, егер сіз ортаңғы топта мысалы жұмыс істеп жүрсеңіздер, қазіргі мен үшін мысалы 35-ші апта қажет болып тұр. Осыны мен тауып аламын үлкен тізбектің ішінен. Содан кейін бұл дәл осы батырманы басқан кезде қазақша немесе орысша деген жүктеу алу парақшасы пайда болады. Яғни біз қазақ тілінде таңдаймыз, қазақша дейміз. Содан кейін сіздердің компьютер немесе ноутбуктарыңызға осы аталыммен последние скачанные файлы дегенді соны басасыздар, и сіздердің алдарыңызға дәл министрлік тарапынан үлгісі берілген формасында бізде де
білім китс платформасында жазылған тәрбиелеу білім беру процесінің циклограммасы деген аталыммен ортаңғы топқа, яғни мен таңдаған 35-ші аптаға арнайы циклограмма үлгісі пайда болады. Бұл циклограммалар Word форматында сіздер үшін жасалынған, себебі мына негізгі құжаттар жайындағы бұйрықта Word форматында жасылсын деген талап бар. Сондықтан осы талапты біз орындадық. Содан кейін, дегенмен осы құжатты сіздер ашқаннан кейін, осы құжатқа ешқандай өзгертулерді ендіре алмайсыздар, егер разрешить редактирование деген батырманы баспасаңыздар. Яғни, осы форматта сіздер әлі оны жұмыс іс жүзінде әлі қолдана алмайсыздар. Яғни, разрешить редактирование басқаннан кейін, сіздердің алдарыңызға күнделікті осы уақытқа дейін жазып жүрген форматта, Word форматында циклограмма пайда болады. Кез келген біздің циклограммаларымыздың беттерінің саны 30-тан астам. Біреулер мына бізге қолданшылық телефон шалып жатқанда сұрап жатады, мынау не деген көп, 30 бет деген не? Өздеріңіз түсінесіздер, циклограмманың көп деген сол жағындағы бағанда жолақтарын, аталымдарын оқып көріңіз қаншама. Және тәрбиешінің 10 сағаттың ішінде, 9 сағат, 8 сағаттың ішіндегі жұмысын түгелін көрсету керек. Әрине, амалсыздан осынша бет болады. Дегенмен, осы беттер немесе санын қысқартуға болады, болады. Егер сіздерде өздеріңізде жеке немесе бізді қолданып жүрген картотекаларыңыз бар болса, оны әлі түсіндіріп береміз. Сонымен толыққанды осылай не себептен жайып жазып береміз, не себептен? Мынау не деген көп деп жатады. Біз айтамыз, бізді қолданып жүрген көптеген мамандар, балабақшалардың формасы әртүрлі. Мысалы, бір балабақшалар мемлекеттік балабақшалар, нысандағы, және мысалы көп жылдар бойы істеп жүрген мамандар бар. Әрине мүмкін осы сарапшы, педагог сарапшы, зерттеуші деп жатамыз, мамандар олар қысқартып жаза алады. Қолдарыңыздан ешкім соқпайды, сондықтан қысқартуға болады. Егер жаңадан немесе жекеменшік жаңадан балабақшалар ашылып жатқан кезде, және мамандар басқа саладан көшіп жатқанда, келіп, жаңа жұмысын бастап жатқан кезде, әрине олар үшін бізде осы жұмыстарды қалай атқаратыны үшін біз мына жауапкершілікті түсініп отырмыз. Біреу сөйлей берді. Дұрыстарыңызды өшіріңіздер. Осы өзгерістерді әрине дәл методика бойынша жұмыстарды қалай атқару керектігін үлгісін олар көреді де, дәл осы үлгімен жұмысты жаса алады. Сонымен кез келген циклограммаға міндетті түрде бірнеше өзгерісті ендіру керек. Бұл дегеніміз, сіз өздеріңіздің мектепке дейінгі ұйымның атауын жазасыз, разрешить редактирование арқылы басасызда курсор пайда болады, мынандай таяқша. Содан кейін өз топтарыңыздың атауларын жазасыз, және педагогтардың аты жөндері. Бұл дегеніміз тәрбиешілер біреу болса бір, екі тәрбиеші жұмыс істесе екі тәрбиеші, және қазақ тілі маманы, дене шынықтыру нұсқаушысы, және музыка пәнінің мұғалімі. Міне 5 маман. Және егер сіздерде инклюзивті балалар бар болып жатса, яғни сіздер мысалы ассистент педагога немесе социальный педагог деп жатады, немесе психолог мектеп алды даярлық, осы мамандардың аты жөндері жазылу керек. Себебі сіздер түгеліңіз бір дана циклограмманы жазасыздар. Өшіріп отырыңыздар, дыбыстарыңызды өтінеміз. Осы сонымен бір өзгеріс, міндетті өзгеріс, және келесісі міндетті өзгеріс баламен жеке жұмыс мазмұнын сіздер мониторинг нәтижесінде пайда болған нәтижелер бойынша балаға жеке даму картасын құрғаннан кейін, ол дегеніміз кез келген балаға мысалы белгілі салалар бойынша олқылықтарын байқай отырып, оларға белгілі деңгейге жеткізу үшін қажетті ойындарды ойнатасыздар. Яғни осы ойындарды осы балалармен жеке жұмыс жолақшасына жазасыздар. Біз жобалап немесе мысалға деген
ойлап отырмыз, мүмкін сіз мынандай жұмысты жасайсыздар ма деп. Но дегенмен сіздердің балалардың жеке даму картасы мен өзіңіздің мына циклограммадағы жұмыстарыңыз сәйкес болу керек, бірдей болу керек, ұмытпаңыздар. Және де тағы да міндетті мүмкін өзгерістерді ендіретіндей, бұл серуен кезіндегі бақылау жұмыстары, иә, іс-әрекеті. Мысалы, Қазақстан Республикасы бойынша көптеген аймақтарда суық жақтар, иә, солтүстік бар, оңтүстік, батыс, шығыс дейміз. Сондықтан, мысалы, күздің аяғында, қыстың аяғында, көктемнің басында, жаздың аяғында немесе басында сондай құбылмалы ауа райлары болады. Және климат әрқалай бізде резко континентальный деп жатырмыз. Сондықтан сіздер өздеріңіз байқайсыздар. Біз жобалап примерно мысалға Қазақстан бойынша қандай климаттағы өзгерістер болып жатқан болжаймыз да, бұл мәселелерді ашамыз, мәнін ашып береміз. Егер біз мысалы жазып қойдық февраль, ақпан айында немесе наурыз айында қарды бақылау, қардың ерігенін бақылау деген тек қана мысалы наурыздың аяғында тұр бізде. Ал оңтүстік жақтағы мысалы тәрбиешілерде әрине қар еріп кеткен баяғыдан бері. Сондықтан бұл бақылауларды алып тастайсыздар да біздің электрондық картотекадан қажетті бақылауды таңдап аласыз. Әлі мен көрсетемін. Немесе өздеріңіз жинаған, немесе басқа апталардағы, мысалы күнді бақылау, желді бақылау, жалпы ортақ бір бақылау формалар бар. Осы бақылау түрлерін міндетті түрде жазып қою керек. Бұл міндетті өзгертілетін мәселелер. Және жаңа мен айттым, инклюзивті мәселелер, содан кейін педагог жеке мамандардың өзінің бір ерекше зерттеп жатқан жұмыстары бойынша әрине өзгерістерді енгізу керек. Енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстан бойынша бірнеше мың балабақша бізге жазылған. Сондықтан біз сіздерге толыққанды дегенмен қаңқаны беріп отырмыз. Сондықтан дәл осы өзгерістерді сіздер ендіргеннен кейін сохранить как деп басасыз батырманы. Сохранить как. Мына жерде шығады сіздер үшін. И дәл осы құжатқа деген аталымды өзгерттіңіз. Мысалы, ортаңғы топ Алматы қаласы, Ақтоғай балабақшасы, мысалы ортаңғы балапан тобы дейсіз, и ат жөніңізді жазып қойсаңыз, дәл осы құжат сіздікі болып айланып кетеді. Кетістікі болмай кетеді, себебі сіз көптеген өзгерістерді салып қойдыңыз ішіне, яғни бұл уже циклограмма дәл өзіңізге жеке меншік сіздікі болады. Жақсы. Енді біреулеріңіз айтуы мүмкін, сонда өзгерткенде мен тағы қайдан алам? Тағы да қанша қаражат бөлініп отыр. Біз оны түсініп отырмыз. Сондықтан біз сіздерге мынандай ұсынамыз. Ешқандай сайттарға кірмей ақ қойыңыз. Себебі біздің Білім Kids платформасында сіздерге қажетті қосымша әртүрлі материалдар толып тұр. Оны қайдан аламын дейсіз, иә? Тек қана біреулер сондай да жаңалықтар бар екен. Бізге көп деген уақыт бойы жазылып тұр. Тек қана циклограмманың перспективаны алады екен. Қалғанда мысалы білмей жатады екен. Сондықтан біздің осы жеке кабинет бойынша барлық бөлімшелерді ақтарып шығыңыз. Ақтарып, ашып, шын мазмұнын оқып, не бар екен көріп алыңыздар. Себебі дәл осы жеке кабинеттегі осы бөлімшелер бойынша сіздер үшін көптеген қызықты материалдар толып тұр. Қандай материалдар? Айтып берейін. Мектепке дейінгі істер номенклатурасында, ол істер номенклатурасы бойынша, бұйрықтар бойынша зерттеулер тағы жасауға болады. Әдістемелік кабинет, төмен түсесіз, мен боя бердім, қайта-қайта. Ол бір парақша ғой. Біреулер тағы сөйлеп отыр, кешіресіздер. Баланың жеке даму картасы деген бар. Одан да тауып алуға болады мәліметті, себебі сіздер құрайсыз. Бізде автоматтандырылған Білім Kids'те баланың жеке даму картасы автоматтандырылған. Тағы да бір вебинарда түсіндіріп береміз. STEAM технологиясы бойынша материалдар, режим үдерістерінің материалдары. Ол дегеніміз электронды картотека. Көп материал, мыңдаған. Келесі Білім Kids деген төмен басасыз. Міне Білім Kids мына жерде жүр ғой, міне. Мен оны бояп отырмын арнайы, басқаннан кейін ол боялып қалады. Яғни дәл сол парақшаға кіресіз. То есть қобдишалар сияқты ашыла береді сіздер үшін көптеген материалдар. Ұйымдастырылған іс-әрекеттер каталогы деген ол бөлек тұр Білім Kids. Білім Kids'тен төмен, каталогтан кейін төменгі коррекция іс-әрекеті дейсіз. Одан кейін
Білім Kids тағы да осы парақшада ұйымдастырылған іс-әрекеті каталогы, коррекция іс-әрекеті және медиа деген бөлімше бар. Медиа ол да сіздер үшін өте қажетті материал. Циклограммаға өзгерістерді ендіру үшін сіздерге қызықты, сіздер іздеп жүрген материалдар. Жақсы. Сонымен жеке кабинеттен тауып аласыздар, иә? Төмен мына түгелін зерттеп шығу керек. Ары қарай төмен түсейік. Енді іштер номенклатурасы неменен қайдан тауып алам деп ренжіп жатсаңыздар, ренжімеңіздер, қараңыз. Іштер номенклатурасы басасыз, сіздерге осындай үлкен парақша пайда болады. Сіздер әдістемелік нұсқау хаттардан тауып алыңыз. Ол осы оқу жылына деген әдістемелік нұсқау хаттың материалдарын сенбесеңіз тағы да бір ақтарып шығыңыз. Зерттеу керек, тексеру керек бізді. Иә, тексеріңіз. Содан кейін тағы сөйлей берейік. Мектепке дейінгі ұйымдардың жұмыстарын реттейтін бұйрықтар, осы бұйрықтарды қарайсыздар. Бұйрықтар міне, мына жерде актілер деп жатамыз, нормативтік, соның ішіне кіргеннен кейін міне нормативтік актілер. Бұйрықтар дейсіз, осыны қараңыз, және әдістемелік нұсқау хат. Міне сіздер дәл циклограмманы толтыру үшін осы құжаттар керек. Келесі, әдістемелік кабинетті басқан кезде сіздерге мынандай үлкен екі бағаннан құрылған көптеген папкалар, көптеген аталыммен папкалар пайда болады. Мен ары қарай төмен түсірген жоқпын, себебі оның саны әлі де көп. Дегенмен циклограмманы толтыру кезінде қандай папкаларға кіріп материалдарды алып шығасыз. Не керек? Күн тәртібі, иә. Сіздерде мына циклограмманың мазмұндағы күн тәртібі мен сіздердегі осы күн тәртібі бірдей, бізде де бірдей, сіздерде. Егер сіздерде күн тәртібі басқа болса, сіз оны өзгертпейсіз, яғни циклограмманың мазмұндағы күн тәртібін тура өзіңіздегідей құрастыру керек. Тәрбиелеу білім беру процесінің жылдық жоспары, ол керек, себебі осы жылдық жоспарға әдіскер, меңгеруші, жеке мамандар деген балабақшалардың, жалпы балабақшаның шараларын кіргізеді. Сондықтан оны да ескеріп отыру керек. Топтардың ұйымдастырылған іс-әрекеттерінің кестелері, сабақ кестелері дейтіміз кезінде қазіргі сабақ кестелі ұйымдастырылған іс-әрекеттер кестелері мен біздің циклограммада кестелер бірдей. Егер сіздерде басқа болса, мысалы мамандар басқа күндер келіп жүрсе, басқа күндер осы біз көрсеткен күндер келе алмаса, орындарын ауыстыруға тура келеді, кестелерге де дәл сондай өзгерістерді ендіресіз. Топтардың тәрбиелеу білім беру процесінің циклограммасы, міне ол жаңа мен көрсеткен әдістемелік кабинеттің ішінде тұр. Оған пока тиіспей қояйық, және ата-аналармен бірге жасалатын жұмыстар. Бұнда ата-аналар жиналыстардың әзірлемелері, оларға әрбір жиналысқа қосымша хаттамалар, топтарда өткізілетін жиналыстардың материалдары және жалпы балабақшада өткізілетін жиналыстардың материалдары да екі тілде дайын тұр, онымен сәйкестендіру керек. Ары қарай, тәрбиелі білім беру процесінің жылдық жоспары деп айттым ғой, мына жерде осы жерде тұр. Ашқаннан кейін сіздер тауып аласыз жылдық жоспарды, және де мектепке дейінгі ұйымдарда бір тұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру жоспары, немесе жарқын болашақ деген бағдарлама сіздерге дайындап қойғанбыз. Сондықтан қараңыз мазмұн, егер ол сәйкес келіп тұрса, дәлме-дәл соған қарай бізді циклограммада құрастырғанбыз. Және әдіскердің, меңгерушінің де циклограммаларында да біз жазып кеткен шаралар, немесе ұрандар, мақал-мәтелдер, аптағаларға деген циклограмма ішіне де салып қойғанбыз. Байқайсыздар. Келесі, сіздер мына жерде, сонымен баланың жеке даму картасына мен қазір тоқтамаймын, ол бөлек вебинар болады, өте үлкен ауқымды мәселе. Біз STEAM технологиясына өтіп кеттік. Біреулер айтады, шалып жатады, жаңадан қандай технологиялар бар сіздерде? Осаққа ба? Мен сіздерге айтайын, өзім әдіскер болғандықтан, жалпы білім Kids платформасын қолдану сіздер үшін ақпараттық, коммуникативтік ақпараттық технологияны қолданудың өзі болады. Вы используете информационно-коммуникативная технология. Ол нақтылы өзі, дегенмен біз STEAM технологиясында қосып қойдық. Оған деген әзірлемелер дайын тұр, екі тілде қарайсыздар. Бұл наука, ғылым дейміз, технология, инженерия,
арт ол сурет салуға, шығармашылыққа байланысты материалдар, математикалық қабілеттерді дамыту үшін және жобалық технологиялар осы жерге салып қойғанбыз. Неге? Оны да сіздер өздеріңіздің циклограммаларыңызға біз берген циклограммаға кез келген жеріне қоя аласыз, егер сіздер үшін өте маңызды болып жатса. Ары қарай. Енді режим үдерістерінің материалдар. Керемет, мына материал дегеніміз енді арман. Бұл кәдімгі деп арамызда айтқандай картотека. Картотека не үшін керек? Біз бірыңғай ойындарды ойнатпаймыз балалар үшін, балаларға қызықты болу үшін және белгілі міндетті орындату үшін оған осы міндетке 10 шақты ойын арналған. Сондықтан қандай әртүрлі ойындарды ойнатып жатсақ та, дегенмен мақсатына қараңыздар. Өте құсап тұрады, бір-біріне. Дегенмен сол режим өндірістер материалдарынан мерекелік шаралар дейміз, кітаптар, көркем сөздер, бақылау картотекасы, еңбек қызметінің картотекасы, ойындардың картотекасы, түр-түрмен, сауықтыру кешендері, таңертеңгілік гимнастика кешені, соның ішінде сіздерде сергіту сәттерінің жүзден астам, бірнеше мыңдаған материалдар бар, көресіздер. Келесі, енді білім китс дегенді бассаңыздар. Не бар екен? Басыңыз, бірін қорықпай басыңыз. Басқаннан кейін сіздердің алдарыңызға ұйымдастырылған іс-әрекеттер каталогы деген пайда болады. Мен оны екіге бөліп қойдым, себебі бір бетке сыймай қалды. Бөліп тастадым да, қараңыз, қаншама типтік бағдарламаның салалары бойынша, немесе кезінде біз пән дейтінбіз, бір енді түсінесіздер, салалар бойынша қаншама материалдар тұр. Бұл дене тәрбиесі міндетті түрде мамандар үшін және сіздердің оқу жүктемелеріңіз үшін керекті материал, дене тәрбиесі сабақтары немесе әзірлемелері, музыкадан және қазақ тілі пәнді негізгі қалған салалар бойынша да толыққанды материалдар оқу жылына және жазғы маусымға да дайын тұр. Оны да ақтарасыздар. Келесі, тағы не бар екен? Коррекция іс-әрекеті. Біреулер айтып жатады, міне арнайы іс-әрекет мәселесі қай уақыттан бастап міндетті ретінде қосып отыр? Кім біледі? Өздеріңіз білесіздер, осы 2025 жылғы ақпан қаңтар айында 7-ші бұйрықта нақтылы жазылған оқу жоспарының мазмұнына арнайы іс-әрекет дегенді қосып отыр және циклограммаларға қосып отыр. Бірақ егер сіздердің группаларыңызда, кез келген топта инклюзивті, аса мұқтаждығы бар балалар жоқ болса, сіздер арнайы іс-әрекетін атқармайсыздар. Егер ондай балалар бар болса, яғни коррекция іс-әрекетіне қатысты, мысалы, психологтың ойын жаттығуларынан, логопедтің ойын жаттығуларынан материалдарды алып алады, және ол үшін сіздерде ассистент педагога деп жатады, немесе социальный педагог деген мамандар әрқалай болып жатады. Біз енді нақтылы сіздерге айта алмаймыз, ол өздеріңіздің балабақшаларыңыздағы жеке мәселе. Келесі, медиа, міне, ары қарай баса беріңіз, басыңыз, бірақ жазулар өз бетінше емес, ол шынымен жұмыс істейтін батырмалар, басыңыз. Медианы басқаннан кейін сіздер үшін үлкен парақша пайда болады. Бұл дегеніміз аудио, видео материалдарының саны өте көп. Қарайсыздар, барлық видео немесе ертегілер немесе көңілді әндер деп бөліп аласыздар. Дегенмен дамытушы мультфильмдер білім китс тарапынан, бұл дегеніміз математикалық ұғымдар, қоршаған орта әлемнің заңдылықтары жайындағы көптеген мәліметтерді алатындай материал, сергіту сәті ретінде немесе бір перерыв, балалар шаршап кетсе, ол осы мультфильмді қосып жаттығуларды жасап алуға болатын мүмкіндік. Яғни сіздер сол мультфильмге кіріп сілтемені көшіріп алып циклограммаға қосуға болады. Ары қарай ертегілер. Бұл қазақ ертегілерінің антологиясы өте көп. Көріп, жай ғана көріп қалмай, талдау жұмыстарды атқарасыздар, дыбыстарыңызды өшіріп отырсыз. Өзіңіз мына жерде батырма бар сіздерде. Келесі, TikTok Junior үлкен видео материалдар. Бұл National Geographic'тың үлгісімен жасалған өте сапалы, өте қысқа нұсқа, экология, экономика мәселесі бойынша қоршаған ортаның заңдылықтары жайындағы шағын фильмдер. Қараңыздар, бұл ұйымдастырылған іс-әрекеттер мазмұнына қосуға болады, немесе алдында қосуға болады, таңертең қосуға болады, түстен кейін өздеріңіз білесіздер, зерттейміз.
қазір мен біраздан кейін слайдтарды көрсету иә формасынан шығамын. Себебі сіздерге практикалық іс жүзінде циклограмманы қалай толықтыруға болатындығын көрсететін боламын. Дегенмен сіздерге біз берген жалпы мына мемлекет тарапынан берілген циклограммаға біз кірмейміз, себебі беттердің саны өте көп. Және де оны біз бөліп тастадық. Мысалы, таңғы ас, екінші ас, түскі ас, бесін ас, кешкі ас дегеніміз бұл тамақтандыру мәселесі. Оны мен біріктіріп жібердім бір слайдқа. Серуенге дайындық, оралу екіден, иә, біріншіден, екіншіден. Жазғы маусымда, жазда сізде кешкі уақытта да шығарасыздар, даже номер 3-де болуы мүмкін. Сондықтан сізде ол мәселені мен тағы бір слайдқа біріктіремін. Серуенді мен бір слайдқа біріктіремін. Иә, кесте бойынша ұйымдастырылған іс-әрекеттер біріктіріп отырмын, қараңыздар. Және балалардың дербес әрекетін бір парақшаға, жеке жұмыс, балалардың жеке ата-аналармен жұмыс және балаларды қабылдау дегенді бөліп тастадым. Сіздер үшін өте ыңғайлы болады, әйтпесе шашаңқы болып біздің вебинарымыз созылып кетуі мүмкін. Иә, сондықтан байқау керек. Сонымен мен сіздерге практикалық жүзінде осы жұмыстарды көрсетіп көрейін, иә. Міне тәрбиелеу процесінің циклограммасы. Мен мына форматты бөліп саған, мені парақша мына жолақпен жұмыс істейміз қазір. Сонымен біз қабылдау мәселесін, балаларды қабылдауды, біздің циклограммаларымыз ішінде осы материалдар тұр. Мысалы, 35-ші парақшада, иә, осы материал. Егер сіздерге тағы да бір нәрсе керек болып жатса, жоқ, мынаны уже бізді балалар біледі, мынаны ойнатқым келмейді, басқаға не түге жоқ па дегендей сондай ойларыңыз пайда болса, сіздер міндетті түрде біздің картотекаға кіресіздер. Бұл қараңыздар, балаларды қабылдау. Мына мақсат міндеттер қайдан аламыз? Ұмытпаңыздар, перспективтік жоспарда. Перспективтік жоспарда немесе типтік бағдарламаның жоспарында, мазмұнда. Все. Басқа біз ойдан бір нәрсе шығармаймыз. Немесе типтік бағдарламаның ішіндегі материалдардың міндеттердің мәнін ашып береміз сіздерге, немесе біртіндеп ашамыз. Себебі екі ауыз сөзбен жазылған дүниені, иә, дүниені оны бастау керек, оны жетілдіру керек, оны аяқтау керек. Сондықтан әрине кей кезде біз мақсаттарды, міндеттерді жазғанда оның мәндерін ашып жатамыз, байқайсыздар. Сонымен перспективалық жоспардан тауып алуға болады, немесе режим үдерістерінің материалдары медиадан көруге болады. Міне, медиа көрдіңіз бе? Хоки-поки деген, бие дегенді біз қайдан қосып отырмыз? Ол біздің медиа, біздің немізде сайтымызда тұр. Оны тауып алуға болады. Мынаны бассаңыздар да, балаларға тура осы сілтеме бойынша кіріп, үлкен LED экранға немесе өзіңіздің неңізге смартфоныңызға даже қосып қойып, музыкасын тыңдатып, балаларға мысалы жаттығу жасап алуға болады. Балалардың көңілін көтеруге болады. Мысалға, таңғы сөзге деп жатырмыз, но мына тик-так джуниор дейміз. Мысалы, сіздердің еңбек, ер азығы, жауын, жер азығы деген тақырыбына арнаулы, мысалы, тик-так жуниорден сіздер ерекше бір фильмді тауып алуға болады, қазір тауып беремін. Сонымен сайтқа кірейін. Мен сайтқа кірдім. Енді медианы тауып алайын. Тик-так жуниор не дейді? Еңбек жайында деп жатыр ма? Барлығын көру. Тик-так жуниорды мен бастым. Қайсысын тауып алуға болады? Көрейік. Өсімдіктер мүшелері деген мысалы. Иә, немесе өсімдіктердің тіршілік циклы деген мультфильм, мультфильм емес, деректі фильм бар. Басылсын. Міне, осы фильмді сіздер көрсету үшін және циклограммаға оны жоспарлап қою керек. Сізге өте ұнап тұр. Копировать етесіз, копиясын мен алдым. Содан кейін өзімнің слайдыма өтейін. Мысалы, осы сәрсенбі күніне мен осы тақырыптың мәнін ашып бергім келіп тұр. Міне, мен қостым, болды. Көрдіңіз бе? Хоки-поки деген емес, жаңағы біз таңдаған өсімдіктердің тіршілік циклы деп мен көшіріп алдым да қостым. Ештеңесі жоқ. Сонымен разрешить редактировать, әрине мына жерде мынандай оқытпау ерекшеліктер болуы мүмкін, себебі бұл әшекейленген нәрсе ғой, иә. Дегенмен сіздер осы жерде шрифті, түсін өздеріңіз азайтасыздар, өзгертесіздер. Мысалы, нейромын. Міне, болды. Мен осы
қабылдау кезіндегі тіршілік өсімдіктердің тіршілік циклы деген фильмін жоспарлап қойдым. Түсінікті, иә? Ары қарай өтейік. Енді мысалы мен тәрбиелеу иә осы циклограммасындағы ата-аналармен немесе баланың басқа заңды өкілдерімен кеңес беру деген әңгімелесу, және балалардың үйге қайтуымен біріктіріп отырмын. Не себептен біріктіріп отырғанын түсіндіріп берейін. Қараңыз. Біреулер айту мүмкін, айтып жатады, телефон шалып жатады, айтады, масқара, мен балаларым жылап жатыр, ата-анамен қашан сөйлесем, мынаны не қылып сіздер қосып қойдыңыздар? Біз айтамыз, бұл міндет, бұл циклограммаға жазып қою керек. Яғни, егер сіздер осыны жоспарлап қойдыңыздар ма, міндетті түрде күннің аяғында немесе ата-аналарға кетіп жатқанда бір заттарыңызды, мысалы дүниеңізді айтасыздар. Қараңыздар, таңертеңгі уақыттарда и кешкі уақыттарда біз қайталап отырмыз. Ой, бірыңғай жұмыс па екен, мынау қайталана береді, оны істеу керек. Психолог кеңесі. Психолог сіздерге жеге келіп айту қажет емес, мысалы. Мысалы, сіздер өздеріңіздің мына ақпараттық тақтаңыз бар ғой. Сол жерге психолог кеңесі деген сіздерде қалташаңыз болады. Сол жаңа психологтан айтасыз, сізден кеңес ұмытпаңыз. Бұл кеңесті психолог та өзінің жұмыс жоспарына қосып қойған. Иә, сол кісіден алдыңыз, ол сізге береді тақырыпты. Соны салып қою мүмкін. Мысалы, мына кеңес сіздерге ұнамай жатса, вообще осы тақырып сәйкес келмейді менің тобымда, вообще басқа мәселе деп. Иә, эмоционалдық күйде мысалы сіздер ренжіп жатасыз, мүмкін, кім біледі, ондай да болып жатады. Міне қазақша психолог, сонымен коррекция іс-әрекетіне мен кірдім. Міне білім-кез, коррекция іс-әрекеті, психология деген және қазақша дегенді бастым. Танымдық жүйелер немесе мінез-құлық ерекшеліктері, агрессияға қатысты, иә, мектеп алды даярлықта немесе эмоционалдық интеллектке қатысты аласыз да копиясын басып шығарып бересіз. Егер сіздерде не жоқ болса, қалай айтады, психолог дәл қазір уақытта жоқ болып жатса, бұл тақырыпты осы жерге танымдық жүйелер деп өзгертуге болады. Мысалы, танымдық жүйелер болды, алып тастаңыз. Сонда мынаны да өзгертуге болады. Егер сіздер біздікімен келісіп отырсаңыз, сіз айтасыз, ой, мынау маған келіп тұр, тура өзгертпеңіз, тұрсын. Біз сіздерге соны дайындап қойдық, білсін деп, иә. Дегенмен кім біледі, мүмкін сіздерге ұнатпай тұрсыз, иә. Және әдістемелік кабинет ата-аналармен бірге атқарылатын жұмыс. Не бар? Сіздерде ата-аналар ата-аналармен жұмыс деген бар, иә, жиналыстар мәселесі. Жиналыстарды сіздер бір күнде істей қоймайсыздар, оған дайындалу керек. 1-2 апта бұрын, 1 ай бұрын, мүмкін анкета алдын ала жүргізесіздер. Оны қайдан алуға болады? Ата-аналармен бірге жасалатын жұмыстарды басасыз. Топтардың ата-аналар жиналыстары, иә, топтардың басасыз. И мысалы менде ортаңғы топ. Ерте жас, кіші топ, ортаңғы топ. Мысалы, бірінші жиналысы мен хаттамасы деген айтайын. Қазақша оны көшіріп алуға болады, мен көшіріп алдым, мысалға. Енді жалпы сіздерде көшіріліп тұрады ғой, мен дәл сіздер көрсін деп жасап жатырмын. Ашылып жатыр ма, тура осы ма? Иә, осы ата-аналар жиналысы, разрешить редактирование деген бар. Жалпы сіздер үшін не керек? Міне, жас тобы, орта тобы, иә, тақырыптар, міне тақырыбы жаңа оқу жылындағы жастағы балалардың тәрбиелеу мақсаттары мен міндеті. Осы керек сіздер үшін. Жылдың ортасы болып тұр ғой, аяғы. Дегенмен енді сізге мысалға жазып қояйын. Мысалы, мынаны тамақтанудың зияны да алып тастайын. Өшірілмей қалды. Мүмкін ол боялып қалды, иә? Жалпы мен көшірілді деп айтайын, уақыт кетіп бара жатыр. Өте бағалы. Осыны жазып қойдым, мысалы, так, ата-аналар жиналысы номер 3 деп қоямыз. Номер 3 анкета. Сол мазмұнда анкета бар. Анкетаның алымын жазасыз да, болды, қойып қойсыз. Болды, сіз жоспарлап қойдыңыздар. Түсінікті, иә? Ол өте керекті нәрсе. Ақырындап немесе ата-аналар жиналысына анкета 1 апта бойы жүргізе беріңіз. Қолдарыңыздан ешкім қақпайды, себебі бір күн ішінде барлық ата-ана анкетаны толтырмайды, ондай да бар. Сөйлеп жатыр. Так, келесі. Ары қарай өтейік. Енді балалардың іс-әрекеті дейміз, таңертеңгі уақытта. Өнегелі тәрбие деген ұғым қайдан пайда болды?
сөйлеп жатыр. Майра, өшіріп қойыңызшы даусыңызды, қатты шығады даусыңыз. Майра, Майра. Өшірілмей жатыр, иә? Ну, байқаңыздар. Сонымен балалардың іс-әрекеті таңертеңгі уақытта. Неге? Кезінде дербес іс-әрекеті деген таңертеңгі уақытта, түстен кейінгі кешкі уақытта бірдей аталым тұратын. Енді оны бөліп тастап отыр. Себебі мысалы түстен кейін немесе кешкі уақытта қимыл қозғалыс ойындар жоқ. Иә, таңертең қайдан жүгіртесіз оны, иә? Өнегелі тәрбие деген ұғымды қайдан білеміз біз, иә? Бұл біртұтас тәрбие, үлкен бағдарламада аталған үлкен проект. Ол сол проект бойынша бізде де жұмыстар көп. Режим үдерістерінің материалдарына кіресіз, еңбек қызметі деген бар. Ойын бұрышындағы еңбек іс-әрекеті, табиғат бұрышындағы іс-әрекеті, учаскені алмайсыз, табиғат бұрышындағы дейсіз, немесе ойын бұрышындағы. Ну, мысалы, мен табиғат бұрышындағын алайын, жасты таңдайын, орта жас тобы. Мысалы, топырақты, иә, топырақтарды, ірі жапырақтарын шаңын сүрту дейміз. Осы маған керек болып тұр. Таңдап алдым, барысы мақсатты міндеттері бар. Міне көшіріп алайын. Тіпті болмаса. Неге мен көшіріп отырмын? Бізде уже дайын тұр. Бізде тұр. Циклограммада тұр. Ну, мүмкін сіздерге дәл осы ұнамай тұр. Сіз кішкене басқаша жүргізгілеріңіз келсе, осы біз сіздерге берген, немесе картотекадағы бар материал дұрыс екен дейсіз, маған жарайды, яғни сіз өзгертулерді ендіре аласыз. Міне. Енді үлкен болып тұр, мен оны азайтам. Мұнда ешқандай қиындық жоқ. Жалпы бір мәселені айтып кетейін. Біреулерді сондайды естіген, мен маған айтқан, біз сатып алдық, мынанша ақша, неге мына ұқсамайды біздің жұмысымызға. Біз енді сіздің группаңызға барып зерттеуіміз керек жағдайыңызды. Сіздің қабілетіңізді зерттеуіміз керек, оны білмейміз ғой. Сондықтан әрине біз жолжап жазып отырмыз. Дегенмен мынау келеді, сіздерге келіп тұр. Келеді, жарамды. Және де жоспарды жазудан қол үзбеңіздер. Ол үлкен қателік болуы мүмкін. Жоспарды кім дайындап берсе де, міндетті түрде оны зерттеп, ақтарып жөндеңіз. Кез келген тәрбиеші, педагог, маман жоспарды жазбаса қарайып қалады. Все, катастрофа. Қорқу керек ондай нәрседен. Сондықтан біздің материалдарымызды ақтарып, өзіңізге ұнайтын қоса беріңіз. Немесе осыны қолдансаңыз да, дәл осыны жаттап, мынау неге шыққан, оны қалай жүргіземін деп бәрін әрине зерттеу керек. Келесі. Таңғы жаттығу. Таңғы жаттығу бойынша бізге телефондарды көп шалып жатады. Түсіндіріп берейін. Жалпы дамытушы жаттығулар мынау қайдан шыққан? Оны біздің картотекамызда бар, тегінде. Осының бәрін ретпен сіздерге салып отырмыз. Дегенмен сіз қайдан тауып аламын десеңіз, қазір тауып берейін сізге. Қазір кешіресіздер. Міне, сауықтыру таңертеңгі гимнастика кешені. Гимнастика кешені, сергіту сәттері бар, таңғы жаттығу кешені деген бар. Міне осының барлығы осы жерде тұр. Группаны таңдайсыздар, ала беруге болады. Қайсысы керек? Жарайды. Немесе біздікі сіздерге жарайды, мынау дұрыс екен десеңіз, алыңыз. Мына мақсат міндеттер, немесе мына комплексті қайдан аламыз, қайдан шығарып отыр, кім десеңіздер, тағы да айтайын. Перспективалық жоспарларды. Перспективалық жоспарларды біз типтік бағдарламадан алып отырмыз. Басқадан қай жерден алмаймыз. Режим үдерістерінің материалдарын таңдарасыз, таңертеңгілік гимнастика кешені. Қараңыз. Біреулер айтып жатады, тексерулер болған, бізде айтты, неге мынаның бәрін біріктіріп қойдыңыздар? Мынау не деген масқара? Әрбір бағанға жазыңыз дейді. Иә, біз түсінеміз. Біздің мақсатымыз, мен кезде біріктіріп қоямыз, шынымызды айтайық. Енді мына сіздер айтқаннан кейін осылай бөліп тастап отырмыз. Мен сіздерге осы мәселенің сырын ашып берейін. Ең бірінші мәселе, біз сіздердің қағаздарыңызды босқа кетірмесін деп аяп отырмыз. Ол үнемдеуге болады қағазды. 30 бетке емес, мысалы 28 бетке тиеді. Осыны қысқартсақ, қалай көрсетейін. Және тағы да екінші мәселе. Егер біз ұзаққа созып бір мақсат міндеттер жазып кетсек, әсіресе менің ойымша жалпы дамытушы жаттығуларды, таңертеңгі жаттығуларды 2 апта бойы қайталау керек. Бұл міндет, бұл ереже. Оны бұзуға болмайды. Яғни қайта-қайта күнде бір нәрсені жаза берудің пайдасы не? Түсінікті, кез келген тәрбиеші
дене шынықтыру нұсқаушы түсіну керек, что мына материалдар 2 апта бойы қайталана береді. Неге? Айтыңызшы. Себебі балалар бұл комплексті орындай білу керек, орындай ала білу керек, орындап көрсете білу керек бір-біріне. Және балалардың бұлшық еттері шынымен даму керек, жетілу керек. Это не просто жай сауықтыру үшін емес, жоқ, ол өте үлкен мәселе. Сонымен қараңыздар, мен бояқ қойдым да, объединить ячейки дегенді бастым. Міне, бастым. Қараңыз, қаншама экономия. Дене тәрбиесі міне қысқа болып шықты. Келесі аптада да оны қайталау беруге болады. Министрлік тарапынан жазылмаған, мына жеке бөлікке жаз. Жоқ, жолақты беріп отыр сіздерге, жолақ. Соны толтыр деп отыр. Қай күні қайталайсыз? Ол сіздердің міндеттеріңіз. Мысалы, бір көркем сөзді, көркем сөзді жаттап алыңыз, қолымызды жуайық, сулайық деп жатсыз. Бір күні былай айтасыз, бір күні былай. Баланы қызықтыру ол бір мәселе, ол көркем сөзді бала да жаттап алу керек. Еще жуынып тұрып, оны айтып тұру керек. Солай емес пе? Или мақсаттарымыз өзгеріп кетті ме? Сондықтан жалпы дамытушы жаттығу комплексін енді өзім, әдіскер ретінде, тәрбиеші ретінде айтып отырмын, 2 апта бойы қайталап, міндетті түрде бір жолаққа созуға болады деп сенемін. Ойлаймын, және ыңғайлы. Осы күнде осыны өткізу керек, басқа болмайды. Келесі. Күндізгі ұйқыдан біртіндетіп ояту деген шаралар бар. Біз сіздерге осылай жоспар беріп тағда деп отырмын. Біртіндеп ояту деген не просто так. Сіз бір талап қойдыңыз ба баланың алдында? Бала ол талапқа еще үйрену керек, сізді ести білу керек. Не деп тұрмын абай? Где-то 2-ші аптада бала түсіне бастайды, әсіресе кіші топтарда. Или тентек балалар болады ғой, зейіні, құбылмалы. Тыңдамай, айтып балалардың артынан ерлігіп жүреді. В конце, содан кейін баланың санасында мына түсінік пайда болады. Мынаны жасау керек деп. Яғни, және де денсаулықты жүру деген, мына комплекс, оздоровительный комплекс тоже 2 апта қайталайсыз кем дегенде. Неге? Вообще ол сауықтыру пайда болу үшін келесі күн басқаны өзгертіп кетпейсіз бе? Болмайды олай. 2 апта хотя бы қайталау керек, себебі бала закаливаныс шынымен пайда болу керек. Бала сауық кету керек, оның ықпалы болу керек осы дүниен. Сондықтан байқаңыз. Күндізгі ұйқы дейді. Баланы ұйықтату, қандай ертегіні оқып беру. Пожалуйста. Үдерістердің материалдар дейсіз, медиадан тауып алуға болады, сауықтыру кешенінен тауып аласыз, немесе кітаптардан. Кітаптарды бір көрсетейін. Қандай керемет дүние бізде. Ал көрейік. Кітаптар не бар ішінде? Балаларға арналған әңгімелер, поэзия, халық ауыз әдебиеті, аңыз әңгімелер, балаларға арналған ертегілер. Нені таңдайсыз? Мысалы, поэзия, тақпақ оқып бергіңіз келеді. Мысалы, анама немесе көктем дейсіз, қыс дейсіз, міне, Бауыржан Жақып. Міне, мынаны ақындап оқып бересіз. Мысалға, жатар кезде, мүмкін оны жаттау керек сізге. Ана программа бойынша. Қосып қойыңыз жатар кезде. Неге оқымайсыз? Оқып беруге болады. Копировать етесіз де. Мына жерде қосып беруге болады. Уақыт кетіп бара жатыр, кешіресіз. Енді практика іс жүзінде көрсеткіміз келіп тұр. Себебі сұрақтар қайталана береді. Содан кейін өзіміз уайымдап кетеміз, мына кісілер көрмей жүрме, қайда не бар, қаншама дүние, сонымен мен қысқарттым, міне салып қойдым. Не өзгертуге болады? Ары қарай өттім. Не бір таңғы ас тамақтандыру мәселесі өте маңызды. Ойымдастырылған іс-әрекеттерден кем емес, мен сіздерге нақтылай айтайын. Және де серуеннен оралу, дайындалу деген, ол кем емес. Қараңыз, перспективалық жоспарларда осы мақсат міндеттер бар. Режим үдерістерінің материалдарына сіздер өтесіздер, көркем сөз, мақал мәтіндер, немесе мәдени гигиеналық шаралардан тауып аласыздар осы өзгерістерді. Мысалға, біз и так жазып отырмыз, су тіршілік көзі деп айтып жатырмыз. Көрдіңіз бе, біз қайталап жатырмыз. Не себептен? Себебі, әйтеуір бір бала естімесе де қалғаны естіп жатады. Өзгерте берсеңіз, ол сіз тек қана 1-2 бала үшін жұмыс істемейсіз ғой. Группада 20 балаға бірдей қызмет ету керек. Барлығы сіздер үшін
сіздің көмегіңізді алу керек, иә, сондықтан қарайсыз. Но дегенмен, егер сіздерге мынаның бәрін біз біліп алғанбыз, жарамайды, балалар жаттай алмай жатыр десеңіз, мына жерге өтесіз. Бұл қайда өтіп жатырмыз? Режим үдерістерінің материалдар. Қарайсыз, кітаптардан шығып кеттік. Ары қарай қайда өтеміз? Көркем сөз дедік, иә, еңбек қызметі деп жатырмыз. Картотека, таңертеңгілік, сауықтыру, міне саусақ гимнастикасы деген де бар. Иә, қосуға болады өзіңізбен. Мәдени гигиеналық дағдыларын қалыптастыру бойынша көркем сөз. Басыңыз. Ортаңғы топтікін тауып алайын. Басқа топтікін ала беріңіз, егер балалар жақсы біліп алса, неге қолданбасқа. Міне, гигиеналық дағдылар тамақтандыруға байланысты мақсат міндеттер бар. Кесе, шыны, пияла, оларсыз шай құя ма, қасықсыз тамақ жемейді, бәрін атын не дейді. Мысалы, сіздер жұмбақ жасырасыз балаларға, оны қосуға болады. Тек қана мына жерде тамақтан қолды ғана жуу ғана емес қой, иә? Тамақтандыру. Не, тамақтандыруды да сіздер қостыңыз, оны бояп азайтуға болады. Азайтып жатыр. Міне, мақсат міндеттер шығып кетті, 5-ін алып тастайын. Міне, мен қосып қойдым. Осы материалым жаңарды. Түсінесіз бе? Басқа сайтқа кіру қажет емес, бізде барлығы бар. Серуенге дайындық, немесе серуеннен оралу, иә, серуен дегенді алып тастайын, ол өзі керек емес, серуеннен оралу деген бар. Қазір қарайық. Әй, балақай, көктемде қолғабынды тығып қой, қайта бұрқап бөктерде қыз келерін біліп қой. Бұл Абдырхан Асылбектің шығармасын оқып бересіз, иә? Немесе өзіміздікін сөре ілмекте болғандарын ұнатамын, шкаф есігін ашқан кезде өз орындарынан тауып аламын. Сондайда егер өздеріңіз тапқан, шығарып жүрген тақпақтар болса, қосыңыз, обязательно. Себебі әрбір циклограммаңыздың мазмұнының өздеріңіздің очерк қолтаңбаңыз болу керек. Келесі қосуға болады, иә? Қай жерден табасыз? Өзіне қызмет көрсету дағдылар. Көрсетейін тағы бір. Енді оны қайдан тауып алуға болады? Бұны сіз бақылаудың жанынан табасыз, себебі енді серуенге шығу кіру кезі ғой, иә? Өзіне қызмет ету көрсету дағдылар. Міне, қарайсыз, мысалы, серуенге дайындық дегенді басуға болады. Жерден міне шүберек, адам көркі жапырақ, иә, ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегенді алуға болады. Мақсат міндеттер дайын тұр, қосып қоюға болады. Келесі, ары қарай өтейік енді, ұйымдастырған іс-әрекеттерге дайындық. Мен ары қарай кірмей қояйын, уақытты, иә, тағы да бізге өте күрделі мәселелер алдымызда тұр. Режим үдерістерінің материалдарынан сіздер сәлемдесу шеңбері көркем сөзге кіріп, өздеріңіз қосып аласыз. Немесе медиаға дамытушы мультфильмдерге қосасыз. Не? Дәл осы сіздерге ұнамай жатса, сәлемдесу шеңберін көрсетейін енді. Қай жақта екен сәлемдесу шеңберлері? Міне, балаларды, бұл 20-шы картотека сәлемдесу шеңберлері өте көп. Тауып аласыз ортаңға, міне, қаншама көп тауып алуға болады. Кел балалар ортаға, үлкен шеберек құрайық. Жаттап алдым, қостым. Мына тақырып маған енді әңгімелесу, балалар мысалы кішкене әңгімелесуге онша емес болып жатса, шаршап тұрса, енді аптаның аяғы, сіздер тек қана сол сәлемдесу шеңберін өткізіп, сонымен де тоқтауға болады дегендей. Міне қостым, бар. Көрдіңіз бе? Өзгерді. Біз берген, біз уже дайын сіздерге берген циклограммын мазмұнына өзгерісті ендіруге болады. Даже былай да істеуге болады. Мынау маған керек емес, алып тастаймын. Ұнамайды маған. Міне, көмек сәлемдесу шеңбері деп жазамын. Сәлемдесу шеңбері. Бері. Болды. Енді менікі жарап тұр. Я, осы маған ұнайды. Келесі. Енді мен сіздерге арнайы бөлік шығарып қойдым. Мынау үлгілік оқу жоспарының жүктемелер. Он бір таблицаға, кестеге қосып қойдым. Бәрін жинақтап. Себебі 3 түрлі, иә? Бөбек жасындағы балаларға, мектеп жасына дейінгілерге және мектеп алдыға бөлік жазылған. Дегенмен өздеріңіз байқайсыздар. Мектеп алды даярлықта жүктеме 20 сағат аптасына, ол өзгермейді, вариатив арасына қоса алмайсыз, байқаңыз.
сабақтан тыс уақытта болмаса. А қалғандары міне өздеріңіз білетіндей дене тәрбиесі 3 рет, музыка аптасына 1 рет, және қазақ тілі ортаңғы топтан бастап аптасына 1 рет. Иә, бұның қалғаны күн сайын. Ол сіздердің естеріңізге саламын деп сондай мақсатпен ұсынып отырмын. Келесі кестеге сәйкес. Кестеге сәйкес дене тәрбиесі, музыка, қазақ тілі деген біз қосып қойдық бар. Тағы да айтып қоямын, егер сіздердің сабақ кестелеріңіз басқа болса, оны өзгерту керек. Қолдан жатқанда сай болып тұру керек. Біздікі емес. Немесе кейбір балабақшалар айтады: мы только начали, ничего не знаем, білмейміз, пожалуйста, беріңізші, не керек? Тура сіз жазғандай орындаймыз. Сонда ол жарайды. Я біз берген циклограммадағы кестелер өзіміз сол сайтта берген кестелерге сәйкес келіп тұр. Сондықтан байқаңыз. А вот қараңыздар, басқа салалар бойынша біз аптаға 1 тақырып береміз. Ол 1 сабақ емес. Ол ұйымдастырылған іс-әрекеттің біреуі емес, бізде күнделікте деп отырмыз ғой. Оны қалай бөлшектеуге болады? Қазір мысалға мен математика негіздерін өз орнымызды тауып алайық деген тақырыпты мен қайдан тауып алам? Кім біледі? Білім Kids тақырыпшасынан өтемін, міне. Ұйымдастырған іс-әрекеттер каталогы. Міне Білім Kids ұйымдастырған іс-әрекеттер каталогы. Математика негіздерін мен тауып алдым, міне тұр. Ашамын, қазақша, менікі орта жас тобы, бастым. Өз орнымызды тауып алайық, ал енді тауып алайын мен. Тез табылса. Өз орнымызды тауып алайық. Міне тақырып, 32-ші тақырып табылды. Бұл сағат санын ретінде санамаймыз, біз тақырыптарды санаймыз. Тақырыптар, 1 аптаға 1 тақырып береміз. Қай күні, қай уақытта, түске дейін, не түстен кейін сіздер жүргізесіз, қай жаттығуды біз нақтылы білмей отырмыз, себебі әрбір балабақшаның, әрбір тәрбиешінің тобының жағдайлары бөлек. Осы мәселе бойынша. Қалай? Жақсы болды, мына алдыңғы жылдары нұсқау қатты нақтылы, қазірді оқу жоспарында мына 7-ші бұйрықта оқыныстағыда жазылған. Таңертеңгі уақытта және түстен кейінгі уақытта ұйымдастырған іс-әрекеттерді өткізуге болады. Рұқсат бар, ура. Кезінде болмаған. Жақсы. Ұйымдастырған іс-әрекеттің мақсаты міне тұр. Оны жазып аласыз, құрал жабдықтар, кіріспе. Мына кіріспені сіздер дүйсенбі күні өткізіп алып, балаларды кішкенен дайындайсыз осы тақырыпқа. Совет, кеңес. Жалпы математика негіздерінен өте қиын тақырыптарды дүйсенбі күні қозғау қажет емес, себебі балалар зейіні, шашырыңқы оқпайды. Босқа шаршайсыз. Лучше, мысалы, математика негіздері дәл сол енді пән осы тақырып болмаса да, мозаиканы алыңыз, немесе геометриялық пішіндер мозаикасы, немесе не қайда орналасқан деген ойынды алсаңыз, бұл жетеді. Оң жақта, сол жақта, немесе жоғарыда, астыда ойынды сол күн, дүйсенбі күні қай уақытта өзіңіз жоспарласаңыз, сол математика негіздерінен уже бір нәрсе, ойын жаттығу өтті деген сөз. Сонымен вторник күні, сейсенбі күні дамытушы жаттығу кім қайда орналасқанды аласыз? Мысалға мен айтып отырмын. Осы дамытушы жаттығуды егер балалар оқпай, түсінбей жатса, не получилось, шашырыңқы, жартысы оқты, жартысы оқпай қалды, ондай болады. Өздеріңіз кім көп жыл жұмыс істеп жүргендер түсініп отыр мен. Ендеше осы жаттығуды басқа күні де тағы да қайталай соғуға болады. Қолдарымыздан ешкім қақпайды. Мынаны неге қайталадың демейді ешкім сізге, қорықпаңыз. Оны бір жағынан өте жақсы болды. Сіздер қайтадан осы жаттығуды, мысалы, бір күн аралатып, тағы да түске дейін өткізіп алуға болады. Математика негіздерінен. Жақсы, тағы да. Математика негіздерінен басқа ойын жоқ па? Бар. Сергіті сәтті достар деген бар. Оны өткізуге болады қосып мына жерге. Және үстел басындағы тәжірибе жаттығу, сүлгіні безендір деген. Ол бөлек. Осы тақырыпта мәнін ашып беру үшін мынаны қосқылуға болады. Математика негіздерінен осы жаттығуды осы жерге сәрсенбі күніне жоспарлауға болады. Қайда, неге жоқ деп қорықпаңыздар. Бәрі бар, толып тұр. Дұрыс оны қолдану керек. Міне, прозрачныйды қойсаңыз, оны кешіресіз, ақпен боясе,
Енді мына жерде менде слайд болып тұр, сондықтан осы ағарып қалды. Дегенмен түсінесіздер. Мен үстел басындағы іс тәжірибе ойыны, мен оны пятница күні, жұма күні тағы да қайталайын. Балалар оқпай қалса, мысалы. Қостым ба? Әне шықты, иә? Міне, көрдіңіз, иә? Басқа салалар бойынша да осы жұмыстарды үлестіруге болады. Ол бір, тіпті болмаса, үстел басындағы іс тәжірибе жаттығу, оны алып тастап, қай жерге оны қосуға болады? Кім біледі? Түстен кейінгі уақытқа балалардың дербес әрекеті. Қандай тамаша тақырып. Міне жерде сәрсенбіге мен қояйын. Осы күні түстен кейін болсын. Көрдіңіз бе? Таңертеңгі уақыттарда немесе түстен кейінгі уақытқа қоюға болады. Келесі. Так, айттым. Серуен. Серуен деген керемет дүние. Мен тағы да айтып кетейін. Жалпы біздің циклограммаларды көшіріп алғаннан кейін, аталымдарды өзгертіп, иә, ат жөндеріңізді жазып болғаннан кейін, баланың жеке даму картасы бойынша жұмысты ішіне салып қойғаннан кейін, бақылау жұмысын тексеру керек. Мүмкін біз міне күннің күркіреуін, найзағайды бақылау деп айтып отырмыз. Но сіздерде вообще құрғақшылық, погоданы қарап отырсыз, мүлдем күндер ашық болады, не істеймін? Мынаны қайда жіберем? 60-таңыз. Міне, мен 60-тап отырмын, қараңыз. 60-тадым. Енді қайтты, қайдан алам бақылауды? Тауып алайын. Бақылау, міне, режим үдерістері материалдарында бақылау деген бал. Қай жерде бақылау? Табиғатты бақылауды тауып алам. Орта жасты табам. Мысалы, көлеңкені бақылау. Маған ұнап тұр. Көлеңкені бақылау, жақсы, мынаны алам. Бәрін алып алайын. Копировать. Ол ұзарып кетті, енді ол оформлениесі сондай болып тұр. Қайтеміз. Дегенмен қарайсыздар. Аз айтып жатыр, мен өздеріңіз көрдіңіз, иә? Сонымен мен осы мақсат міндеттерді қосып қойдым. Барлығын біз толтырып қойдық. Қараңыз, егер сізге мына көркем сөз қажет емес болса, біз балалар и так жаттыға біліп отыр. Яғни сіздер осы көркем сөздерді де алып тастауға болады. Ала аласыз. Басқаны қосуға болады. Түсінікті, иә? Ары қарай өттік. Енді перспективалық жоспар бойынша балалармен жеке жұмыс. Міне, перспективалық біліктер мен дағдылардың мониторингі деп отырмыз. Режим үдерістерінің материалдарынан да тауып алуға болады, және ұйымдастырған әрекеттер каталогынан да тауып аласыз. Неге? Каталогынан. Сіз мысалы математика, математика негіздерінен балалардың геометриялық фигураларды ажырату жағынан балаларда олқылықтар бар. А сіз ол мониторинг көрсетіп тұр, геометриялық пішіндерді дұрыс ажыратпайды. Не істейсіз? Тіпті жақсы. Бағана біз ойын жаттығуларды математика негіздерінен жаздық қой. Иә? Кім қайда? Бір дегенде ол бір. Аз тауып алайын, жаңағыны жазғым ғой. Үстел басында іс тәжірибе жаттығу сүлгіні безендір, иә? Біз оны жалпы жоспарға жазып қойдық. Но балалардың үлгерімі төмендеу, сондай балалар бар, иә? Не істейсіз? О баламен жеке осы тапсырманы орындатасыз. И мына жаттығуды ұйымдастырған іс-әрекеттер каталогынан тауып алып, баланың жеке даму картасына дәл осы ойынды жазып қойыңыз. Көктен алу қажет емес, ойдан шығарып. Нет, ол бағдарламада қандай каталогтың ішінде қандай ойын жаттығулар бар, тура осылар жазыңыз, немесе біздің картотекадағы. Олар себебі методика бойынша, әдістеме бойынша және типтік бағдарламаның талаптарына сай жазылған. Біз соны арнайы зерттеп отырып жасадық. И балалардың дербес әрекеті. Дербес әрекеті дедік. Қайда кетіп қалды? Жаңа мен түстен кейін деп жеке жұмыс. Дербес әрекеті. Не, дербес әрекетіне мен бағана жаздым, иә, үстел басындағы іс тәжірибе жаттығу. Және түстен кейін төмен түсіріп кетті математиканы. Біресе таңертең, біресе түстен кейін өткіземін. Мысалы, не істейсіз мына жерде? Вот ұлттық қазына, жаңа ұлттық тәрбие бойынша мәселелерді қозғайсыз. Немесе белгілі бір сюжеттер рөлдік ойындарды қосасыз, немесе драматизация ойындарды қосуға болады. Немесе STEAM технологиясы бойынша ойындарды қосуға болады. STEAM зерттеу жұмыстарын. Мысалы, технология дейміз, иә?
жаттырушымен жоба ойына дейміз. Жоғары группанікі қазір тұра тұрыңыз, тағы тауып алайын. Инженерия арт друдлдар. Друдлдар тақырыбы жақсы. Мынау друдлдар тақырыбы психологияға қатысты мәселе. Ала беріңіз. Міне друдлдар тақырыбын қосып қоясыз да и ссылкасын, сілтемесін де жазып қоюға болады. Мысалы, міне ұлттық ойынды өткізіп көрдіңіз, содан кейін друдлдардың суретін саласыздар. Қайдан алғаныңызды да ссылканы жазып қоюға болады, сілтемені. Қазір. Міне мен азайтып қойдым и ссылкасын тауып алайын. Қайда ол? Міне тұр. Көшіріп алдым. Копировать. Сонда сіздердің циклограммаларыңыз толыққанды, ссылка, сілтемелерге толы. Сонда ерекше болады. Бұл материалды далаға тастау қажет емес. Міне қолдана беріңіз. Оны түгелі сіздердің міне сатып алдыңыздар деп жатасыз ғой, иә? Приобрели. Осының мазмұны барлығы жатыр. Міне Steam технологиясында жерде Steam деп жазып қойыңыз. Ағылшынша тіпті болмаса. Тексерушілер өзіңіз үшін де көрінетін. Қай жерде мен жазып қойып едім деп айтпайсыз. Міне друдлдар қосып қойдым. Көрдіңіз, иә? Сондықтан түстен кейін мүмкін балаларға әңгімені оқып беру деген, иә? Оқып беру деген сіздер үшін өте қиын болды, балалар ұқпады, сөйлеу дамыту бойынша. Оның мазмұнына кіріп, ішіндегі жаттығуларды тауып алып, түстен кейінге ауыстырыңыз. Түсінікті, иә? Ал енді кешкі уақыт түстен кейінгі кешкі уақыттағы дербес әрекетіне көңіл аударыңыз. Міне, біз кешкіге төмен түсіріп қойғанбыз музыканттың жұмысын, иә, мысалы. Одан кейін тағы да қосымша бір жеке қалатын балалармен мүсіндеу, сурет салу, жабыстыру мәселелері. Содан кейін тақпақтарды жаттай алмай жатады, жаңылтпаштарды не получается. Сол балаларға алып қалып, сол жұмыстарды атқаруға болады. Неге біз бір аптаға тағы да біріктіріп қойып? Біз айтамыз, бірыңғай жұмыс, бір апта бойы, бірыңғай. Бола берсін, оны істеу керек, оның нәтижесіне жеткізу керек. Разнообразие деген ол бір нәрсе, но егер оны сізге мониторинг бойынша, мысалы, группаңызда 20 бала ма? 20 жақсы нәтиже шығу керек қой. Әйтпесе, не пайда, жұмысымызда не пайда, егер түгелі группада қанша бала бар, солардың түгелімен осы жұмыстарды атқару керек. Егер жаңағы друдлдар немесе сүлгіні безендір деген ойының группадағы 20 бала ойнай білу керек, ажырата білу керек. Яғни осы жұмыстарды, міне, сондықтан мен тағы да айтып кетейін өзім, иә, әдіскер ретінде. Сіздерге министрлік тарапынан жолақтарды беріп отыр. Ал енді қай күндері біріктіресіз, бөлесіз, ол өздеріңіздің шеберлігіңізге байланысты. Және де сіздер группаның балабақшаның зерттеу тақырыбы бар. Сіздің группаңызда да, тобыңызда да зерттеу тақырыбыңыз бар. Ол зерттеу тақырыптарының материалдарын қайда салып отырсыз? Кім білет? Журналға саласыз, бірге шығарып, конкурсқа, сайысқа қатысасыз. Ой, керемет шықты, методичка қылып шықты, иә? Мысалы, нұсқама ретінде. Ол материалдарды кім көрді? Балалар оны ойнап жүр ма? Күнде. Оны сіздер іске асырып жүрсіз бе? Или ол тек қана бір уақытша мезгіл бойынша ма? Яғни циклограммаға оны салып қою керек. Мысалы, сіздер керемет саусақ жаттығуларды тауып алдыңыз. Жинақтамасы папкада тұр, жиналып. Не істейсіз? Біздің саусақ жаттығуын алып тастайсыз, өзіңіздікін қосасыз. Болды. Сондықтан циклограммалар біздікі емес, енді сіздікі болу керек. Кешіресіз, уақытымыз аяқталып жатыр. Вебинарымыз, иә. Сонымен жалпы негізгі материалды осы білім Kids платформасы, цифрлық платформасында циклограмманы дұрыс толтыра аласыз ба атты вебинарымыздың негізгі мазмұны аяқталды. Сіздердің сұрақтарыңызға уақыт. Рахмет сіздерге алдын ала. Құрметті әріптестер, тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар. Дина Газизовна жерде жазған екен, орыс тобы болса, орыс тіліне енгіземіз бе дейді. На русском языке завтра в 2 часа дня такой же будет вебинар.
с русскоязычным контентом. Орыс тіліндегі материалдар ертең сағат 2-де дәл осы уақытта болады. На русском языке я вам подробно объясню. Түсіндіріп беремін. Музыка жетекшісі бөлек циклограмма жазама деп Жоқ. қойыпты. Жоқ. Міне қараңыз, мен тағы да ашып көрейін. Мына жерде мектепке дейінгі оқыту ұйымдарының педагогтерін жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесі. Номері 319 бұйрықты ашыңыз. Ол бір, және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік жоспарының тағы да бір өзгертулері бар. Ол дегеніміз 16 қаңтарда осы жылы 7-ші бұйрықпен шыққан өзгерістер. Откройте там приложение, қосымшалар, сол жерде четко, черным по белому жазып қойған. Циклограмманы, перспективаны тәрбиешілер мен мамандар бірігіп жазады. Аралас топқа қалай жазамыз циклограмманы? Жақсы сұрақ. Жалпы аралас топтыққа циклограмманы қалай жазатындарыңыз жайындағы былтыр біздің мамандарымыз Светлана Бергеевна бөлек вебинарды өткізген. Біздің YouTube каналымызға өтіңіз, Білім Kids'тің YouTube каналына өтіңіз, аралас топтарға циклограмма деген тақырыпты ашып, қараңыз, сол жерде күштілік әдемі түсіндіріп берген. Тоқтатып, жылдамдатып, жұмыстан тыс уақыттарда тыңдап алуға болады. Ештеңе жоқ, себебі бұл кино емес, сіздерге өте қажетті материал. Ал енді жалпы тағы да қосымша айтып кетсек, қазір мен бір ашып берейін, үлгісін қайда, үлгісі. Міне, сіз аралас топ. Егер сіздердің группаларыңызда, мысалы, ортаңғы топ деп жатырмыз, но кіші топтың да балалары көп бар. Бірақ ортаңғы топтың жасындағы балалардың саны көбіректеу. Яғни, сіз біздің Kids'тің ортаңғы топқа циклограммасын көшіріп алыңыз, сол негіз болады. Және де кіші топтықын көшіріп алыңыз, кіші топтың материалдарын, қажетті материалдарын осы ортаңғы топтың циклограммасына қосып отырыңыз. Артығын алып тастап. Где вы не успеваете, сіз үлгермейсіз ғой, барлығын мынандай 100 бет болып шығады. Сондықтан ортаңғы топтарға тапсырмаларды қалдырыңыз, артығын алып тастап, кіші топтарға, біздің кіші топтардағы циклограмманың мазмұнынан алып шығып, ойындарды соған қосып отырыңыз. Болды. Ешқандай қиындық жоқ. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Рахмет дейді, сізге де рахмет. Бар ма тағы да сұрақ? Қиналып жүрсіздер ме? Кімде сондай қатты қиналған жағдайлар бар? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? YouTube'та бар. Қазақ балабақшасы, бірақ орыс тобы бар бір топ, иә, сол топқа орыс тілін енгіземіз бе? Тұра тұрыңыз. Қазақ балабақшасында, қазақ тілді балабақшасында группалар қазақ тілді, мемлекеттік тілде оқытылып жатыр. Арасында бір орыс тобы бар, иә. орыс тіліндегі топ. Орыс тілінде болады, сол орыс тобында қазақ тілі де бар. Орыс тілі деген бөлек сабақ енгізбейміз, иә? Жоқ, қажет емес, қазақ тілі болады оларда. Аха. Оларда сізде қараңыз, қазақ тіліндегі мына типтік бағдарлама жүктеме бойынша сіздерде сөйлеу дамыту және көркем әдебиет бар. Қазақ тілі деген бар. Енді орыс топтарында да развитие речи и художественная литература деген бөлек болады, және казахский язык. Все равно қазақ тілі болады. Міндетті түрде. Және орыс тілді группаға қазақшаландыру мәселесі өте сондай ұтымды, себебі контент, қазақ тіліндегі контент өте көп. Орыс тілді группалардың тәрбиешілері біздің қазақ тіліндегі сергіту сәттерін, тақпақтарын, жаңылтпаштарын, жұмбақтарын қоса берсін өзіне, қоса берсін циклограмма. Сонда қазақ тіліне жылдам үйреніп кетеді. Өте тиімді. Рахмет. Сізге де. Рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Біз аяқтаймыз біраздан кейін. На перспективный жоспарды, мысал үшін бізде аралас топ, шағын орталық. Біз оны бөлек-бөлек жасап атқанбыз. Енді қазір оны біріктіріліп жасадыңыздар деді. Енді сол дұрыс па? Соны сізден сұрайын.
Ол былай ғой, міне, сіздер НОБД бойынша балалардың жасын белгілейсіз. Вот ең бастысы, негізгісі. Мгм. Мысалы, бөбек жасындағы балаларға ерте жас тобы дейміз, иә? Вот НОБД-де қалай аталған? НОБД-де, мысалы, 3 жастағы балалар дейді. Яғни, сізде перспективді жоспарды 3 жастағы балаларға деп айтасыз. Ну, то есть правомочный екі түрі. Перспективалық жоспарды атайсыз, группаны, соны 3 жасар балалар. А мысалы балапан тобы аралас, иә, сізде? Балапан тобы дейсіз, 3 жасар балаларға, это значит орта жастағы балаларға программа. Соны тағы да перспективаны тағы да біреуін ашасыз. Балапан тобы 2 жастағы балаларға арналған перспективалық жоспар. Но балапан тобы сол бір. И аралас тобына дейсіз, атайсыз. Сіздің тобыңыз сөйтіп НОБД-де қалай аталады? Аралас тобы дей ме? Аралас топ. Аралас Вот, топ. тогда вы пишете, жасасыз, балапан аралас тобына арналған перспективалық жоспар. Балапан аралас тобына. Содан кейін 2 жастағы дейсіз программа. Тағы да екінші бетте шығарып, 4 жастағы балалар, ну, балапан аралас тобы. Тағы да, то есть дубль екеу болады. Немесе басына шапкасына жазасыз. 3 жастағы балаларға, өтір 4 жастағы или 2 жастағы балаларға. Бас Мгм. шапкасына не жазасыз, солай біріктіресіз. Ну, лучше Рахмет. жасқа бөліп тастаңыз сондай. И так балапан болып тұра береді ғой, 2, просто балапан. Иә. Ну, жастар бөлек. НОБД бойынша қараңыз. Ал егер былай жасасам, не бір перспективка ғой, соны бөліп қойып, соны шапкасын жоқ, не бір жас, сосын 2 жас, 3 жас, 4 жас деп, соның астына толтырып жаза береміз. Иә? Мгм. Ну, Рахмет. басы дұрыс Рахмет. болсын. Сәлеметсіз бе, циклограмма и перспектива осы прямойдағы толық обучение видео қандай көруге болады? Так, бізде білім кит платформасы жоқ, қандай алсақ болады? Қайдан алсақ болады? Телефон, Сіздер ма? өзіңіздің аты жөндеріңізді қалдырыңыз, телефоныңызды. И қай жерденсіз? Сіздерге байланысқа біздің мамандарымыз шығады, бәрін түсіндіріп береді. Міндетті түрде қалдырыңыз. Енді циклограмма перспективаны қараңыз. Білім Kids KZ деген YouTube каналына кірейікші, мен көрсетейінші, құдай. Міне, мен жай қолданушымын. Мен білмеймін, немене қай жерде не бар екенін білмеймін. Не? Білім Kids деп жазам. Міне уже тұр. Даже сіздер былай жаза аласыз. Білім Kids YouTube. Міне YouTube дейсіз. Міне біз басасыз. Ол жалпы информация. А сізге біздің парақшамызға кіру керек, е? Осы тағы да бір рет басыңыз, міне, мектепке дейінгі. Басылды ма екен? Міне, біздің парақшамыз осындай. Кім көрді мынандай парақшаны? Не жазылған? YouTube, білім Kids. Міне, YouTube, осы біздің негізгі парақшамыз. Подписаться етіңіздер, жазылыңыздар. Себебі, мына жерде бізде, мен бағанадан бері сөйлеп отырмын ғой, вебинарымда өткізіп, біреулер үлгермей қалды, кіре алмай қалды. Осыны біз жазып отырмыз. Жазылым 1-2 күнде немесе кешке шығады YouTube каналға, тағы да тыңдап аласыздар. Және мына жерде баланың өміріндегі драмалық ойындар, рөлдік ойындар, перспектива мен циклограмманы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қалай жүргізу керек, мына жерде біз түсіндіріп отырмыз. Орыс тілінде де бар, на русском языке как составлять перспективные циклограммы в соответствии нормативно-правовыми актами. Ойын әрекетін белсендіру, қазір көрейік, міне, өрт қауіпсіздігі, аттестация деген енді аттестация бойынша көп деген жаңалықтар шығып жатыр. Сіздерге қайта біз жаңартып шығарып отырмыз. Міне аттестация. Көрдіңіз бе, 2 ай бұрын шыққан консультативный центр пункттың жұмысы жайында барлығы түсінікті жазылған. Және қазір мен әдістемелік кабинетке кірейін, соның мазмұнында тұр. Мектепте дейінгі ұйымдарда сейсмикалық қауіпсіздік. Бір тұтас тәрбие жоспарын қалай іске асыру керек? Педагогтарды аттестациялауға тағы да байланысты, итоговый мониторинг. Міне, порядка проведения аттестации 1 жыл бұрын тағы да болған. Қорытынды мониторинг, бөлек, барлығы. Нормативті құжаттар, жалпы балабақшаның, мектепке дейінгі ұйымның нормативті құжаттарын қалай жүргізу керек? Мына жерде вебинар тұр.
Аралас топта, міне бағана сұрақтарыңыз болды. Аралас топта циклограмманы қалай толтыру керек? Міне тұр. 1 жыл бұрын жасағанбыз. Қараңыздар, өте көп материал. Қауіпсіздік ортасын ұйымдастыру. Аттестацияны, міне аттестацияға қатысты көп шығарып отырмыз. Себебі мына министрлік тарапынан қайта-қайта бір өзгертулер пайда болып жатыр. Сондықтан оның алдындағы біз өткізген вебинардың материалдары ескіріп тұрады. Сіздер сол оны тыңдап, содан кейін қате жіберіп қоймасын деп, біз қайтадан жаңадан вебинарды өткізіп отырмыз. Себебі, мысалы, міне перспектива мен циклограмма бойынша енді болды ма десек, болмады. 2 апта бұрын біз өткізгенбіз 2 тілде. Тағы да тыңдап алыңыздар. Барлығын түсіндіріп отырмыз. Содан кейін мына консультативный центр, давайте мен бір өтіп кетейін. Әдістемелік кабинетті ашасыздар. Педагогтарды аттестаттауға арналған материалдар, қамқоршылық кеңес, мемлекеттік аттестациядан өтер кезде емес, үнемі мына жұмыс істеп отыр қамқоршылық кеңес. Оның жұмысы қандай ереже, хаттамалар, хабарлама, есебі, жұмысын ұйымдастыру барлығы 2 тілде бар, на 2 языках. Ары қарай. Қазір біз өткізген вебинарлардың материалдары презентация ретінде тұр. Бұл жерде КИТСтің әдістемелік әзірлемелері тұрасы қарайсыздар. Меңгерушінің құжаттарының материалдар. Одан кейін жүзу бойынша сабақтар мен нұсқаулық. Көбісі демей қойын, кешіресіздер. Кейбіреулер айтады, біз өтпей қалдық неден, аттестацияда. Неге? Содан кейін бір зерттеп сұрасақ, перспективалық жоспарларынан жүзу мақсаттарын, жүзу бассейні деген бағдарламасын алып тастамай отыр. А у них нет бассейна, оларда бассейн жоқ, а жүзу тұр. Ол қателік, үлкен қателік. Алып тастаңыз, удалить етіңіз строчканы. Дегенмен міне балғын бала деген бағдарламасы дайын тұр. Қолдануға болады. Ары қарай. Психологиялық педагогика сүйемелдеу қызметі. Бар ма сіздерге психолого-педагогическое сопровождение? Өте қиын мәселе. Болатын кезінде, қазір жеңіл. Педагогтерді аттестаттауға арналған жаздым. Қазір тағы да бір жұмыс. Бірге жасалатын жұмыстар деп, жас мамандармен перспектива. Бір нәрсені бағана сұрадым, ұмытып қалдым. Кешіресіздер. Әдіскердің құжаттары бөлек тұр. Содан кейін мамандардың перспективалар деген мына жерде тұр. Ол бұрынғы, қазір уақытта сондай енді өздеріңіз жай ғана өздеріңізге пайдалануға алыңыз. Циклограммалар дәл осылар керек емес қазір уақытта. Себебі оқу жоспарында қайтадан жаңадан өзгерістер пайда болды. 7-ші бұйрық осы жылғы. Қараңыз. Тағы сұрақ бар ма? Жарайды, тамаша. Нөмірлеріңізді қалдырыңыздар, білім киіз жайлы. Айтып береміз тағы да. Сәлеметсіздер, сұраса бола ма? Болады. Негізі апай, осы білім кедістағы циклограмма бар ғой, маған өте қатты ұнайды. Өйткені барлығын дайын қылып бересіздер ғой. А бізде бірақ ГОСТашы басқа циклограммамен жұмыс жасаймыз да, сол бір жер. Басқа? Ол Жоқ, қандай басқа? шаблоны басқа да, типа. Үйтіп көп бәрін нақты жаза бермейміз да, қысқартылған түрде жазамыз. Дұрыс. Ендеше барлығы толығымен ғой, дайын ауызға сап бересіздер, сосын айттым да. Ол сонымен біз рахмет. Информацияңыз үшін рахмет. Қуанып отырмын мәзбін. Себебі мазмұн біз осылай 2 тілде жазып отырмыз. 5 жыл болды. Міне 2019 жылдан бастап біртіндеп таймай өзі позициямыздан бәрін толық жазып отырмыз. Себебі бірден сұрап жүрсем бола ма? Біздерде мысалы үшін балабақшада тек міндетін ғана жаз дейді да, басқа ешқандай ештеңе жазғызбайды. Сосын бүкіл іс-әрекетті ұйымдастырылған азанда өтіңдер дейді. Сол қалай? Дұрыс па бұл? Рахмет сұрағыңызға. Жоспарлаймыз ғой. Оны өзіңіздің қалаған уақытта таңертең балаларды қабылдау кезінде өткізбеңіз. Кешіресіздер, сразу айтамыз. Таңертеңгі қабылдау кезінде жоқ, болмайды. Міне балалардың завтрағы 2-ші тамақтану кезі өтті. Содан кейін сіздер
ұйымдастырған іс-әрекеттер мына жоспар бойынша дене шынықтыру, музыка, қазақ тілі өтті, немесе арасында өтіп жатыр. Сол уақытта міне серуенге дейінгі уақытта өткізесіз, және балалар оянғаннан кейін тағы да бір нәрселерді сіздер ұйымдастырғыларыңыз келеді, соны түстен кейін Мысалға өткізуге мүсіндеу өтеміз түстен кейін, жапсыру болмаса сондай сабақ іс-әрекеттерді өтеміз ғой. болады, рұқсат бар. Ол Мгм. алдыңғы жылы шыққан нұсқауқатты қараңыз, Адамовада, иә, ана Елекеновна айтқан, Манара Елекеновна, кешіресіздер, айтқан, өзінің не сұхбатында таңертеңгі және түстен кейін уақытта өткізуге болады. Және сіздер қазір тағы да айтып кетейін, 25-ші жылы шыққан 7-ші бұйрықты ашыңыз, 24-ші жылы шыққан 319-ші бұйрықты ашыңыз. Сол жерде нақтылы жазылған. көрсетілген ба? Таңертеңгі түстен кейін. Мгм. Барлығы түсінікті, маған осылай керек болып тұр еді, тамаша. Білім кетсі. Содан кейін жаңа міндеттерді түсіндіріп берейін, иә, біз ашып беріп жазып отырмыз. Бізді қолданып жүрген әртүрлі балабақшалар бар. Біреулер жаңа ашылып жатыр. Жеке меншік, бір-екі топ, немесе бір ғана топ. Біреуді шақырады, о кісі оқуға сыртта түсіп оқып жатыр, иә. Тәрбиеші болам дейді, баланы жақсы көріп тұрмын. Планды жазалмайды. Планды жазылмайды дегенде жазылмайды емес, сауатсыз деп айта алмаймыз. Но өздеріңіз білесіздер ғой, мектепке дейінгі тәрбие оқытудың әдістемесі жан жақты, әртүрлі, ерекше. Бөбек жасындағы балалардікі бөлек, мектепке дейінгі бөлек, мектеп алдыкі бөлек, әрбір пәннің методикасы бөлек. Енді олар бұзбала ма? Жай ғана салақсы былай енді әйтеуір жазылса деп біз жаза алмаймыз ғой. Ол міндеттер бар, типтік бағдарлама. Содан кейін сезон деген дидактикалық принциптер бар, иә? Педагогикадан сіздер дидактикалық принциптерді ескеріп отырсыздар ғой, иә? Жүйелік деген бұл, қарапайымнан күрделігі дегендей, ғылыми тұрғыдан жасау керек. Сондықтан ол біз жазып жатқан жай ғана емес. Алып тастаса десе талап сондай болады, себебі үлгілерде, қосымша берген үлгілерде, циклограмма бойынша тақырыбы міндеттер болды. Мазмұнын жаз деп тұрған жоқ. Кезінде бізде электронды картотека болмаған. Міне, мына электронды картотека. Біз мынаны түгелін ішіне көшіреміз ғой, толықтырамыз, содан кейін циклограммаларымыз бізде қысқа болады. Себебі біз айтамыз, картотекаға өтіңіз, сол материал тұр деп. Тұр. Біз де қысқартамыз. Уақыты келген жоқ әлі, кешіресіздер. Болды, иә, сұрақтарыңыз бойынша. Ендеше мынандай өтінімім бар. Құрметті қолданушылар, егер сіздерде сұрақ жоқ болса, жазып қойыңыздар. Пікіріңізді жазыңыз, пікірлеріңізді. Не түсінікті болды, не түсініксіз. Біз сіздерді мазалап жүрген сұрақтарыңызды тағы да жинақтаймыз. Содан кейін тағы да вебинарларды жасайтын боламыз. Себебі қазіргі вебинар сіздердің сұраныстарынан пайда болып отыр. Біз осыны жасай қалайықшы деп ойлаған жоқпыз, мысалы. Біз өзімізді таңғалдық, осындай қиындықтар туындап жатқандарына. Көп рахмет. Тағы да бір мәселеге да туындап жатқан нәрсе да, осы вебинарға қатысты деген мынандай бір нелер бар ғой, аттестацияны түсіндіре алмай тұрмын. Түсінікті, мен түсінемін сізді. Қатысты деген сертификат. Біз мына онлайн Zoom ғой, Zoom сіздерге былай айтайық, Білім Kids жобасына жазылған қолданушыларға біз қосымша қызмет етіп отырмыз. Біз өзіміз уәде бергенбіз. Біз сіздерге қағаз түрінде, цифрлы түрде көмектерді жасаймыз, техникалық көмектерді жасаймыз, телефон поддержки бізде бар, қолдау. Сұрақтарды жазып жатады, көмектесеміз. Және де қайталана беретін сұрақтар бойынша осындай вебинарларды өткіземіз. Және де қолданып жатқан мамандарға сіздер тегін қосылып жатсыздар. Егер сіздер мысалы біздерге жазылған жоқсыздар, дегенмен біз оны сатпаймыз, осындай мүмкіндікті. Сіздерді естіп алсын деп сондай мақсатпен жүргізіп отырмыз. Себебі қандай пайда, бір-екі адам тыңдаса, біліп алса, қалғандар білмей қала ма?
қате жібермесін, түгелі жаппай дұрыс жүргізсін деген ниетпен жасап отырмыз тегінде. Дұрыс, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Керемет. Жақсы түсінік алдық. Рахмет. Рахмет. Ендеше біз вебинарымызды аяқтайық. Құрметті әріптестер, сіздердің жұмыстарыңыз жемісті болсын. Ойлаған мақсаттарыңызға жете біліңіздер, одан дұрыс пайда ала біліңіздер. Пайда деген және кез келген бала, группаңызға қанша 25 бала келді ме, 25 бала барлық мына типтік бағдарламаның талаптарын орындап шықсын, ілгері бассын. Арманымыз сол, мектепке дайын болып барсын келешекте. Сіздердің де циклограммаларыңыз біздің пайдамызға жарай берсін. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Сәттілік тілеймін. Рахмет сізге, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, баршаңызға алғыс айтамыз вебинарымызға қатысқандарыңызға. Жалпы пайдалы ақпараттарды алу үшін YouTube каналымызға кіріп, мынау аралас топ, басқа да ақпараттар бойынша вебинарларды қарап шықсаңыздар болады. Және де сұрақтарыңыз болса, байланыс нөмірлерімізді жазып алыңыздар. 707-344-95-95 нөміріне хабарласыңыздар. Көп рахмет.